балалар. Саламатсыздар ма? Отырамыз. Алдымен сабағымызды бастамастан бұрын топқа бөлініп, барлықтарымыздың мәселен жарық әдісі бойынша топқа бөлінеміз. Барлығымыз бір-бірден аламыз. Бұнда 3 топқа бөлінеміз. WhatsApp-та сурет шыққан топында жаққа, Instagram-да сурет шыққан топында топқа, және 3-ші топ Telegram шыққан суреті сол жаққа болып 3 топқа бөліне қояйық. Аламыз өтсек Telegram. Телефонда арқылы көрсеңіз болады. Жан түседі. Telegram 3-ші топ. Міне мұнда Telegram суреті. Әр топтан жабысып қойды, сол бойынша орын салып отыра қояйық. Егер менің қалпағым 3 бұрыш болмаса, онда менің қалпағым керек емес. Ал барлығымыз қайталаймыз. Бірінші топтан Әлихан қайталады. Барлығымыз бірге қайталаймыз, бірге айтайық. Менің қалпағым 3 бұрыш, менің қалпағым. Егер менің қалпағым 3 бұрыш болмаса, онда менің қалпағым емес. Екінші топтан Аржан. Менің қалпағым 3 бұрыш, менің қалпағым. Егер менің қалпағым 3 бұрыш болмаса, онда менің қалпағым емес. Ал үшінші топта Жанат көрсете ғой. Менің қалпағым 3 бұрыш, менің қалпағым. Егер менің қалпағым 3 бұрыш болмаса, онда ол менің қалпағым емес. Ал жақсы олар, сәйкес болғанымызда. Қазақтың сендермен бірге қазақтың жүрі ата-бабамыздан қалған мұра деген тақырыпты өтеміз. Өздерің білетіндей біз Мұрат Мөңкеұлының нұсқан өттік. Үшкиян тұлғалармен, сарай тұлғалармен таныстық. Бүгін қорытынды сабақ ретінде сол сабаққа қорытынды жасаймыз. Ол үшін барлығымыз телефондар алайық, колхоз әдісі бойынша сабағымызды қорытындылайық. Қандай нені білдіңдер, сол арқылы сабақты қорытындылайық. Барлығымыз телефонды алайық, колхозға келеміз. Колхоз деп жазамыз интернетте. 616-84-90 бар. QR арқылы сесімдерді болған. Сұрақтарға дұрыс жауап берейік. Сұрақтар тақтада көрініп тұр. Сол бойынша белгілейміз. Бірінші сұрақ. Мұрат Мөңкеұлы қай облыста дүниеге келді? Алматы облысы, Атырау облысы, Қостанай облысы, Шығыс Қазақстан облысы. Осы бойынша белгілейміз. Бағыттан дұрыс берілген түгелдегі. Шығыс Атырау облысында дүниеге келген екен. Келесі сұрақ. Ақынның басты шығармасы, қай шығармасы? Осы біз алдыңғы тақырыпта өттік. Бағыттан дұрыс жауап жарайсыңдар. Әрі қарай. Мұрат Мөңкеұлы кім? Жыршы жырау, батыр ақын, қолбасшы термеші ақын және ақын жырау жыршы термеші. Мұрат Мөңкеұлы кім екен? Ақын, жырау, жыршы, термеші. Келесі сұраққа өтейік.
Yetiştirilir. 1960 yıllar aralığında üniversiteye gidilir. Kelesi sıra bizde birinci orunda Birjan Güzeldir, ikinci orunda Birjan, üçüncü orunda Janay. Alғашқы білімін кімнен алды? Әкесінен, ауыл молдасынан, абыл ақыннан. Алғашқы білімін ауыл молдасынан алады екенін бұл неге олай? Келесі сұрағымыз. Қат үлгісінде сақталған неше туындысы бар? Шыққан тұлға бала ескі дәстүрге сақталған адамдар міндетін іздеуі, сол жайында айтылған туралы. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ. Мұрат Мәңге 17 жасында кіммен айтысқа түсті? Жылқышы, Ораз, Жаскелеу, Шолпан. Жылқышы. Екінші орында Юбилей Бауыржан және бізде бірінші орында Алихан жарайсыңдар. Тамырын қайтыпты. Сендердің топтарына үш жұлдызша және Алихан сендерде бірінші топта бірінші жерін аламыз және Юбилей Бауыржан жарайсыңдар. Ал енді балалар орталарына қарайтын болсаңдар сендерге мынандай кесте бердім. Осыған топ беделін сайлайсыңдар, ат жөндерін жазасыңдар. Және де бірінші тапсырма бойынша кім қанша балады соған белгілеп отырады. Сабақтан соңында осы бойынша қорытындылайтын болады. Енді қанша жұлдызша алып соған да жазып отырады. Білімізді сақталатын болатын болса енді топтық жұмыс жасайық балалар. Біз алдыңғы тақырыпта және трансфердия. Ал үшкен өлеңнің мазмұны қалай? Үшкен өлеңнің шығу тарихын кім біледі? Немесе сарапқа толғаудың мазмұны қалай? Аружан жауап бересің бе, иә? Сарапқа толғауында ресейден қазақ жерін жасалау саясаты кезінде ал мемлекеттен айырылған қазақ елінің заңы мен баяндалады. Жарайсың. Тағы кім жауап бергісі келеді? Қандай ақпарат түрінде жауап беремін? Үшкен толғауында дәстүрлердің құруы және де адам пиғылының адам өзі пиғылының өзі туралы айтылады. Сендер топтарға бір жұлдызша. Алдарында көретін болсаңдар сендерге мынандай парақ тараптым. Осы парақты алып, осыған бірінші топ сендер Мұрат Мөңкеұлы жайлы постер қорғайсыңдар. Жақсы ма? Оны шығармашылығы өмірбаян жайлы постер қорғаймыз. Екінші топ сендер сарапқа толғауы жайлы постер қорғайсыңдар. Ал үшінші топ үшкен толғауы жайлы шығу тарихы қандай не туралы айтылды сол жайлы постер қорғаймыз. Топ бойынша сендерге бір 7 жинақ берейін. Барлығымыз қорғаймыз, топ қорғаймыз. Жақсы ма? Үшінші топ сендерге үшкен толғау.
белгілі татарлығына итеке қолды салғаны, жарты татарлығына жағына қолды салғаны деп жауап берген болатын. Болуы тиіс. Және де ішкен өлеңі батыс қазақстанның поэтикалық атауы және де өмір сүрген яссауилік бағыттағы сопырлық орденнің атауы болып табылады. Еділ, жайық және мақсалы екі шеңбер берілген, бірінші шеңберде үш қияның үлгісінің айырмашылығы және сәйкес қатуларын айырмашылығы ортасындағы дөңгелекті ұқсастығын жазып шығамыз. Жасына жазғышы жұмыс орындары. Сен оружие не делал? Хорошо? Үш минут уақыт берсем жетеді ғой?
Üçüncüsü үш қиын өлеңдегі ата аталған тұлғалар Мурам, Майлам, Қажытұлған Ақын неліктен бұл күнде елімде айтып зарыған санын қайран жүтегінен дейді. Сарыарқа толғауында ел жерден айырылған жұрт өзінің қайын жұрты нағашы жұртын Маңғыстауға қарай көшеді. Сол себептен Мұрат Мөңкеұлы өзінің елін сағынып, өзінің жерін сағынып, осы толғауды жазған және де осы өлең жолдары осыған себеп. себебі есімдері қазақ еліне отаршылдық жасағаннан кейін ол қазақ жерін тартып алады. Сол кезде Сарыарқада тұратын адамдардың басқа жаққа көшіп кетіп қалды. Сол арқылы адам өзінің қалай қайғырғаны және де өзінің жерлестерімен енді көрісе алмайтын тұрғанына Менің ойымша ақын бұл толғауларында Қазақстанның табиғатын, шырайлы жерлерін кереметтеп суреттейді. Есімдеге қазір хат үлгісінде таратамын да парақшаларда. Осыған бүгінгі сабағына қандай ақшалардың белгілерінде сабақты жатып Мұрат Мөңкеұлы толғаулар жайлы қорытындылар. Тақтада бөлім ортасы ілулі тұр, соған саламыз. Жақсы ғой? Бағыттарын жазамын. Аттарды жазамын. Жалпы сабақ жайлы өздеріне әсерлерді болады. Бағыттарына жетті ма? Жүзірге сыйлықтарды жасалады. Үйге балалар осы Мұрат Мөңкеұлы жайлы қорытынды мақсатында эссе жазып келеді. Жырау шығармалардың мән мазмұны деген тақырыпқа үйге эссе жазып келе жатсыз ба? Шағын көлемді эссе жазамыз. Жас болғанда эссе саласың.